Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ресторандағыдай өте дәмді чесночный хлеб дайындайтын боламыз. Дәмі керемет шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен чеснок қажет. Чесногымыздың осылай бас жағын кішкене кесіп, сұйық майымызды құйып, осылай жақсылап фольгаға орап алатын боламыз. Қызып тұрған пешке 35 минуттай пісіресіздер. Енді бізге сары май және де укроп қажет. Укропымызды өте майда етіп турап алатын боламыз. Және де имбирь сырын қолданып, еритін жақсы сыр қолданасыздар. Осылай теркадан өткізіп алатын боламыз майда етіп. Өте ыстық, чесногымыз дайын болды. Осылай жұмсақ піскенше пісіріп аласыздар. Осылай сықсаңыздар шығады. Сырымызды, чесногымызды салып, дәміне қарай тұз, қара бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырып езіп алатын боламыз. Чесногымыз, сырымыз барлығы майда болып еруі қажет. Бізге осындай багет немесе батон қажет. Өзіңізге ұнаған нан түрін алып, қалаған формада турай бересіздер. Тым қалың немесе жұқа ет тураудың қажеті жоқ. Осындай міндетті түрде жұмсақ нан алсаңыздар өте әдемі шығады. Біздің дайын начинкамызды осылай барлығына жағып шығасыздар бірдей етіп. градуста 15-20 минут пісіріп аласыздар. Сырымыз еріп, майымыз еріп өте дәмді шығады. Біздің нанымыз дайын. Өте дәмді шықты. Видео ұнаса лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер.